Сәлем достар, біз қазір осындай жапырақты оқитын боламыз. Кез келген осындай фруктыларға, гүлге арнап, осы жапырақтарды тоқсаңыздар болады. Міне, осындай болып тұрады. Көлемін өздеріңізге қарап, үлкен, кіші етіп тоқсаңыздар болады. Қазір мен сіздерге осындай алмаға арналған кішілеу қылып жапырақты оқитын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар және мені қолдап отырыңыздар. Сонымен бізге жасыл түсті жіп және крючок керек болады. Менде қазір 3,5 крючок. Ары қарай біз жапырақ тоқу үшін ең бірінші воздушная петля іліп аламыз. Маған қазір 6 штук іліп алам. 6 штук воздушная петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 воздушная петля іліп алдым. Енді тағы да бір воздушная петля ілемізде, мына тұрған екінші ілмекке бір без накида ілмек тоқимыз. Келесі мына бір тұрған столбикқа полу накида тоқимыз. Бір полу накида тоқимыз. Келесі ілмекке с накидом бір с накидом, келесі ілмекке екінші столбик с накидом тоқимыз. Одан кейінгі ілмекке полу накида тоқимыз. Соңғы ілмек без накида, петля без накида тоқимыз. Одан кейін осы соңғы ілмекке, соңғы тоққан ілмекке тағы да 2 без накида петля тоқимыз. Мына 1, 2. Одан кейін мына тұрған ілмекке, мына жерде бірінші ілмекке біз тағы да бір без накида ілмек тоқып аламыз. Одан кейінгі ілмекке мына тұрған полу накида тоқимыз. Одан кейін 2 ілмек, 2 с накидом петля тоқимыз. 1. Одан кейінгі ілмекке тағы да бір столбик с накидом тоқимыз. Одан кейінгі ілмекке полу накида тоқимыз. Одан кейінгі соңғы мына тұрған ілмекке бір столбик без накида тоқимыз. Сонымен біздің жапырағымыз бітті. Мына тұрған жіпті қырқып тастаймыз. Мынаны сәл кішкене жіп қалдырамыз. Өйткені бізге тігу керек болады. Сол үшін де шамалы жіп қалдырасыздар. Ал мына жіпті мен қырқып тастай саламын. Ал мынаны мына жерден қырқып, міне бізде осындай кішкентай жапырақ шықты. Сіздер де менімен бірге тоқыңыздар, өте оңай және әдемі көрінетін болады. Келесі видеомда мен сіздерге осындай алманың қалай тоқылуын көрсететін боламын. Сондықтан келесі видеомды да жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыз және колокольчик белгісінде басып кетіңіз. Менің видеом ұнаса лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.